Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балықты духовкада, яғни пеште пісіру тәсілін көрсететін боламын. Балыққа арнап арнайы соус әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады достар, сіздер де жасап көріңіздер. Соусын жасау үшін алдымен бізге 3 ас қасық сұйық май қажет болады. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка және жарты шай қасық қара бұрыштан қосамыз. Және арнайы осы балыққа арналған приправасын қостым. Одан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Осының үстінен 3 тісше чесноқты ұсақ етіп турап соустың үстінен қосып жібереміз. Сол кезде соустарыңыз өте дәмді болып шығады. Енді барлығын салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін балығымызды дайындаймыз. Менде осындай көлемді балықты тазалап, ішін, сыртын жуып аламыз. Басындағы осындай желбезегін кесіп алып тастайтын боламыз. Бұл бізге қажет емес, яғни жеуге жарамайды. Алып тастап, одан әрі қарай басында пісіріп жейтін боламыз. Міне артық жерлерінің барлығын алып тастадық. Енді сыртын және ішін қағаз сүлгімен, яғни салфеткамен сүріп шығатын боламыз. Бізде барлық жирасы құрғақ болып тұру керек. Сол кезде соусы жақсы сіңетін болады. Достар, егер сіз каналыма тіркелмеген, жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Және каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше видео рецептерді менің каналымнан таба аласыздар. Мінекей достар, барлығын сүртіп болғаннан кейін осылай бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз да, арнайы жасаған соусымызды қолмен жақсылап жағып шығатын боламыз. Әрбір кескен бөліктерінің арасына кіргізіп, жақсылап жағамыз. Дәмдеуіштері жақсы бір-біріне сіңуі қажет. Келесі бетіне аударып, келесі бетінде дәл солай соусты жағып шықтым. Сарымсақты әрбір кескен бөлігінің арасына осылай кіргізіп жібереміз. Сол кезде дәмі кіре бастайды. Және де ішкі бөлігіне де дәл осылай соусты жағып шығамыз. Осымен жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Сол уақыт аралығында дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп өте әдемі болып шығады. Және қасына салатын көкөністерін дайындаймыз. Картопты дәл осылай турап алып, ыдысымызға салып, және де пиязды да видеода көріп тұрғандарыңыздай турап алдым. Және балыққа жаққан соустан кішкене қалған еді, оны да көкөністерінің үстінен қосып жібердім. Және лавр жапырағын қостым. Паприка, қара бұрыш және тұзды қосып, жақсылап араластырып алдым. Осы орайда өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуішті қосып жасасаңыздар да болады. Және біздің картопымыз құрғақ болып қалмас үшін 1 ас қасық толы сұйық майды қосып, қолымызбен жақсылап араластыратын боламыз. Осымен көкөнісіміз дайын болды. Осы арада балықтың дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, өте әдемі болып қалады. Үстінен міндетті түрде лимонның суын осылайша сығып қосамыз. Сол кезде балықтарыңыз одан әрі дәмді бола түседі. Міне екі жағына бірдей қостым. Мен 1 лимонның 3-тен 1 бөлігін қостым. Және қалған бөлігін осылай 2 бөлікке бөліп, ортасына қосып жіберсеңіздер де дәмі керемет болады. Міне бетіне де осылай лимондарды қойып, көкөністерімізді жан-жағына орналастырамыз. Осы орайда достар, өздеріңізге ұнаған кез келген көкөністі, яғни қырыққабат болсын, немесе сәбіз болсын, басқа да көкөністерді қосып жасасаңыздар да болады. Пешке салып 50 минут пісіріп алдым. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ, әдемі болып пісті. Дәмінде енді сөз жоқ достар. Дәмі деген қуырып жасағанға қарағанда өте ерекше болады. Сіздер де бір рет болсын жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Достар, егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, және лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.